Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазір сіздермен бірге қазақ әдебиеті сабағы. Сабағымыздың тақырыбы Баққожа Мұқайдың Өмірзая романы және әдеби сын. Бағалау критерийі. Әдеби шығарманың жанрына қарай композициялық ерекшеліктерін айқындайды, әдеби шығарма мазмұнын түсінеді. Бүгінгі сабақта меңгеретініңіз шығарманың мазмұнын түсіну және де композициялық құрылысын талдау. Кіріспе. Бүгінгі әдеби сын тақырыбына байланысты. Әдеби сын дегеніміз оқушыға тура жол көрсететін ақылшы, яғни оқырманға. Әдеби сын көркем шығармаға эстетикалық баға беріп, бейнеленген өмір шындығының көркемдік шындыққа қалайша айналғандығын саралайды, оның мән маңызын түсіндіреді, әдеби өмірдің бүгінгі ерекшелігін айқындап, бағыт сілтейді. Әдеби сынның әдебиет тарихынан бір айырмашылығы, ол бүгінгі шығармаларды талдап, оларға қазіргі кезең талаптары тұрғысынан баға береді. Әдеби шығарманы оқыған адам ол жөнінде өз пікірін, көзқарасын білдіре отыра алмайды. Әдеби сын оқушыға, оқырманға тура жол көрсетеді. Ал енді Несіпбек Айтұлының Баққожа Мұқайдың Өмірзая романына берген әдеби сынын оқып көрейік. Күрескерлік сарын, рухани сабақтастық бір шығармадан бір шығармаға көшкен сайын үзілмей үндесіп, жалғасып жатады. Өмірзая романындағы аяған бейнесі арқылы 20 ғасырдағы қазақ халқының басынан өткен ұлттық трагедия суреткерлік шеберлікпен көрініс тапқан. Тұяғынан қан сорғалаған жыртқыш, зымиян қоғамның отаршылдық сұрқия саясатының астарын батыл әреш әшкерелейді. Аяғанның басынан өткен оқиғаларды суреттей отырып, сол кездегі қоғамдық ортаны, тағдыры тәлкекке түскен ұлт қасіретін, халықтың аянышты жағдайын жайып салады. Аяғанның қасіреті, ұлт қасіреті, лажсыздық, басында тауға ұрсаң да, түк шығара алмайтын шарасыздық, ұлт басына түскен ауыр бұлғаудың бұлжытпас, мойын бұрғызбас салмағынан еді. Сол зілмауыр бұғауды сілкіп тастай алмай, кешегі алаш арыстары да мынау жарық жалғанның есігін соңғы рет ышқына бір теуіп, жан қиып кете барған болатын. Аяған да сол кепті киіп, фәни дүние қорлығына еріксіз мойынсынып, бақилыққа аттанады. Міне, Өмірзая романы кеше ғана басымыздан өткен күрделі өмірдің айнасы. Романды оқу үстінде, сол аяған ғұмыр кешкен қоғамда өзіңде бірге жүргеніңді сезінгенде, жаның түршігеді. Ойға қаласың, өзіңе өзің сұрақ қоясың. Жазушы оқырманын толғандырғанда ғана, ой салғанда ғана өз мақсатына жетеді. Бұл тұрғыдан алғанда, Баққожа өз мақсатына да, мұратына да жеткен жазушы. Өйткені Баққожа өз заманының жазушысы. Қаламгердің ең үлкен бақыты да сонда. Артында өлмес мұрасы барда, қалың ел, өсер ұрпақ барда, Баққожаның есігі мәңгі жабылмайды. Ол халқымен бірге жасай береді. Баққожадай асыл ердің рухы қашанда көптің жүрегінде, көңілдің төрінде, өмірдің өрінде. Несіпбек Айтұлы. Ал енді бізде жеке тапсырма. Шығарманың композициялық құрылымына талдау. Оқиғаның басталуы, оқиғаның дамуы, байланысуы, оқиғаның шиеленісуі, оқиғаның шарықтау шегі және де оқиғаның шешімі қалай болды. Дескриптор сюжеттік құрылымын талдайды,
композициялық құрылысына қарай талдайды. Композициялық ерекшелігін айқындайды. Және де бізде екінші тапсырма. Құнды ой әдісі бойынша шығарманың көркемдік маңыздылығы туралы өз ойларыңызды жазыңыздар. Дескриптор. Шығарманың көркемдік маңызы туралы өз ойларын жазады, ойларын жүйелі жеткізеді. Келесі бізде үшінші тапсырма. Тест сұрақтары. Баққожа Мұқайдың Өмірзая романының тақырыбы қандай? Тарихи, биографиялық, әдеби, публицистикалық. Өмірзая романы кейіпкерлерінің жалаға ұшырау себебі қандай? Абылай хан туралы жазғандықтан, Әбілхайыр хан туралы жазғандықтан, Жәңгір хан туралы жазғандықтан, Кенесары хан туралы жазғандықтан. Үшінші. Өмірзая романында көрсетілген жағдай: Ұлы Отан соғысы, кеңес үкіметін орнату, тоталитарлық жүйе, ұлт азаттық көтеріліс. Өзіндік жұмыс. Мазмұны бойынша мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Кім, не, қайда, қашан, не үшін? Сұрақтарына мәтіннің, романның желісі негізінде қысқа ғана жауап берсеңіздер. Бүгінгі сабақтан не білдім? Қандай қиындықтар кездесті? Не қолымнан келді? Және де мен не үйрендім деген сұрақтарға жауап берсеңіздер.